7-ci сабақтың 2-ші бөлімі. Біз бұл сабақта мынадай шестигранникті сызып, осы деталға материал таңдап, осы деталымыздың массасын, ауданын, көлемін қалай көруге болады, қалай есептеуге болады, соны көрсететін боламын. Ол үшін бізде тура осыны сызып алайық. 63-те 150. Қараңыздар, ең әуелі жаңадан детал бетін ашамыз. Топ плейн кез келген жазықтық таңдап алдық. Тура осылай сызамыз. Міне. Есалайық қазір. Мына жерден радиус берейік. 10 мм деп жазайын. Мына жерге бізде 15 мм. Мына жерге бізде 63 мм деп жаздық. Қараңыздар, енді осыны сақтай отырып шығамыз. Көмекші жазықтық таңдаймыз. Көмекші жазықтық жазылғаннан кейін осы жазықтыққа біз скетч, яғни эскиз бөліміне өтеміз. Алты қырлы осы жерден таңдаймыз. Алты қырлы, бес қырлы деген сияқты. Бұрынғы сабақтарда айтылған сіздерге. Енді осы жерде міне осындай сыздық. Өлшемі бізге 3 мм болсын. Окей деп жаздым. Бітті. Енді свет бас бөліміне өтеміз. Және сызық бойын таңдаймыз. Окей деп бастық. Міне бізде материал пайда болды. Деталымыз шықты. Енді осының салмағын қалай көреміз? Салмағын көру үшін бізге міндетті түрде материалды таңдау керек. Ол үшін материал деген жазудың үстіне мышканың оң жағын басамыз. Сосын edit материал осы бөлімді басамыз. Басқаннан кейін бізде болат әртүрлі материалдар берілген мына жерде. Осының ішінде өзіңізге стандарт бойынша қандай металл көрсетілсе осы жақтан таңдайсыз. Осы бөлімде бар және SolidWorks, яғни DIN стандарттары бойынша материалдар берілген. Ыстыққа өңделген материалдар металлдікі бұл өзіңіз қараңыз. Яғни осының ішінде біз хром, никель деп жазайық. Бұл қатты металл. Осыны таңдадық. Былай. Міне бізде материал таңдалды, яғни түсі өзгерді. Енді осының біз салмағын қалай білеміз? Салмағын білу үшін бізде мынау бөлімге өтеміз. Мына жерде өздеріңізге көрсетілгендей, мына жерде таразының суреті көрсетілген. Біз таразының бетін басамыз. Басқанда мына жерде масса шығады, көлемі және ауданы. Міне, яғни мына координаталық орналасуы барлығы бізде көрсетілген осы беттен. Енді қараңыздар, массасы 5007 грамм болып тұр бізде. Енді осыны біз килограмм өлшемінде біз қалай көреміз? Ол үшін options бөліміне өтеміз. Өткеннен кейін келесі бөлімді басамыз. Мына жерде бізде 2 дегеніміз не? 2 дегеніміз мынау 5-тен кейінгі, яғни бүтінден кейінгі сандардың ондық орны орналасуы. Мысалы, 3 орынды сан дейтін болсақ, мына жерде қазір 70 болып тұр қазір. 3 орын десек 697 шықты. 5,1000-нан 697. Енді 4 орынды сан қоятын болсақ, 5,10,000-нан 6970 грамм шықты. Осылай мынау сандардың орналасуы. Бізге 2 орынды нөлден кейін 2 орынды сан тұрады. Енді мына жерге бізге грамм, я болмаса килограмм керек. Бізге килограммен қоятын болсақ, окей деп жаздық. 0,01, 0,1 килограмм шықты. Мынау өлшемдерді де, мысалы, нақты көлемін бізде миллиметрмен көрсетілген. Біз көп сантиметрмен көргіміз келетін болса, мына жерде міне қараңыздар, миллиметр куб деп тұр. Бізде миллиметр, сантиметр куб, метр куб. Тағы басқа осылай таңдасаңыз болады. Осы назар қойып көргендеріңізге рахмет. Істеріңізге берекет берсін.